Ата-ананың разылығы мен ақ батасы сені үлкен жетістіктерге жеткізеді. Әр адам қандай жетістікке жетсе де, білім берген ұстаздарын ерекше қадірлейді. Мен үшін ақша орындалған борыштың жетістігі. Егер табысқа жеткіңіз келсе, мына 6 кеселден бойыңызды аулақ ұстаңыз. 1-ші маубастық, 2-ші жалқаулық, 3-ші қорқақтық, 4-ші ашушаңдық, 5-ші уақытты босқа өткізу, 6-ші жасқаншақтық. Жетістік дегеніміз бір сәтсіздіктен екіншісіне ынта жігеріңді жоғалтпай, нық қадаммен жылжу. Ең үлкен қателік тез берілетіндігімізде. Қалағаныңа қол жеткізу үшін тағы бір көруге болады ғой. Адам бойында ешбір әдіспен өзгерте алмайтын әлде бір кемшілік кездесе, оны кемшілік емес, жетістік деп жариялаудан басқа жол қалмайды. Жетістікке жетуге емес, бақытты болуға ұмтыл. Сүйікті ісіңмен айналыс. Жаныңа жақын жандармен бірге бол. Достарың көп болсын. Тәнің де, санаң да сау болсын. Табысты болудың ең жақсы жолы істейтін нәрсеңе ғашық болу. Егер сіз тезірек жетістікке жеткіңіз келсе, онда сәтсіздіктер жиілігін еселеуіңіз қажет. Сәттілік сәтсіздіктің арғы бетінде. Дұрыс сөйлей білу өмірде жетістікке жетудің ең қысқа жолы. Ағысқа қарсы жүзгенде ғана ең биік жетістікке жетесіз. Адамгершілігі барлар басқаларға тірек болады. Осыны өздері де қалайды. Басқаларға жетістікке жетуге көмектеседі, өзі де сол жетістікке жетуді қалайды. Айналаңызда жақсы адамдардың көп болуы сізді жетістікке апаратын жол. Жетістікке жетудің 3 құпиясы: басқалардан көп білу, өзгелерден көп жұмыс істеу, басқаларға қарағанда аз нәрсе күту. Өз кемшіліктеріңізді көре білейік. Жетістікке жетудің басты жолы осы. Жұмыс адамның көңілінен шығуы үшін мына нәрселер керек. Ол сол іске лайық болуы қажет. Шектен тыс, тым көп жұмыс істемеуі тиіс. Жұмысы жемісті болып, жетістікке жетуі керек. Егер сіз өзіңізге не қажет екенін білмесеңіз және сол нәрсені қатты қаласаңыз, сіз оған жетудің жолын міндетті түрде табасыз. Адам өзіне өзі сенген уақытта ғана айтарлықтай бірдеңе тындыра алады. Жетістіктің құпиясы ойдағы істі бастап кетуде. Бастау үшін ұлы болудың қажеті жоқ, бірақ ұлы болу үшін бастау қажет. Елестете білу адамзатты жетістікке жетелеген үлкен қасиет. Адамның ең биік жетістігі адамдық борышты атқару. Қыран құс желге қарсы ұшқанда ғана биікке самғайды. Егер сен биікке шыққың келсе, тек өз аяғыңмен ғана шық. Басқалардың сені биікке көтеріп шығуына жол берме. Басқалардың арқасында жабыспа. Басқалардың желкесіне мінуші болма. Өзің ұмтыл. Басқалар байқамағанда көре білу жетістікке жетудің негізгі кілті. Өмірде ең маңызды нәрсе өзіңе сену.
Әр істі тындыратын шабыт пен қайрат жай ғана жолдан тауып алатын нәрсе емес. Оның өзі сабырлықтың нәтижесінде пайда болады. Көзіңді аш, оян қазақ, көтер басты, өткізбей қараңғыда бекер жасты. Әуелі Құдайға сиынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды. Сіз бір нәрсені жасай аламын десеңіз, сіздікі дұрыс. Егер қолыңыздан ештеңе келмейді десеңіз, сіздікі дұрыс. Мейлінше жоғары жетістікке жеткіңіз келсе, өз салаңызды дұрыс таңдаңыз. Жаныңда бұл мүмкін емес деп айтатын адам болса, жетістікке жетуіміз жиірек болар еді. Тәуекел болмаса, қол жеткізген жетістіктеріңіз үшін мақтаныш та болмайды. Жетістік бұл армандарға жетудің емес, жолында өсу процесі. Табыс бұл сен әр сәтсіздіктен кейін де алға жылжи беру қабілеті. Кедергілер көздеген мақсатыңнан таймауды үйрететін сынақтар. Армандар ұлғайған сайын табысқа жету мүмкіндігі артады. Қателік сабақ, қайталанбаған қателік жетістік. Бастысы бастаудан қорықпа. Алғашқы қадам жетістікке апарар жолдың жартысы. Ең қиын шың өзіңді жеңу. Оны бағындырсаң, барлық биіктер сенікі. Жетістік ертеңге қалдырмай, бүгін жасаған ісің. Құрметті көрермен, арнаны қолдап лайк басып, коммент қалдырып, достармен бөлісуді ұмытпаңыздар. Қарағандарыңызға көп рахмет.